Сәлем достар, бүгін сіздермен жариналы аман дайындайтын боламыз. Рестораннан дәмі кем түспейтін тағам дайындауды қаласаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге салқындатылған су, тұз және жұмыртқа қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, араластырып аламыз. Содан кейін біздің ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Ең алдымен осылай шанышқымен араластырып аламыз. Содан кейін біздің қамырымызды қолмен илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып шығуы маңызды. Енді біздің қамырымызды үстелдің үстінде әрі қарай илейтін боламыз. Қамырларымызды екі бөлікке бөліп, жақсылап тағы да илеп, тындырып қоямыз. Қамырларымызды салфан пакетке салып, тағы да 1 сағатқа үстелдің үстінде қалдырамыз. Біздің қамырларымыз осылай болып шықты, және де біз оларды жайып алатын боламыз. Бетіне ұн сеуіп, қолмен жаятын боламыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп кесіп бөліктерге бөліп шығамыз. Енді қамырымыздың әр бөлігін майлап аламыз. Барлық жеріне май тию қажет. Енді тағы 15 минутқа бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Содан кейін біз лағманымызды созуға кірісетін боламыз. Видеода көрсетілгендей бір келкі созып шығамыз. Қамырымыз қатты болғандықтан үзіліп кетпейді, және жұмыртқа салғандықтан жақсы жайылады. Енді біз қамырымызды пісіріп алатын су дайындайтын боламыз. Суға осылайынан тұз салып аламыз, және де оны қайнататын боламыз. Енді қамырымызды тағы да бір рет созып шығамыз. Дайын болған қамырларымызды қайнап тұрған тұзды судың үстіне салып аламыз. Қамырларымыз бетіне қалқып шыққанда, оны қасықпен араластыратын боламыз. Қамырды 1-2 рет қайнату маңызды. Содан кейін барып қамырымызды сүзіп алатын боламыз. Сүзіп алған қамырларымызды салқын суға осылайынан шайып аламыз, және де ыдысқа саламыз. Көкөністерімізді турап аламыз. Ең алдымен полугоркиді тураймыз. Ол қатты майда немесе қатты ірі болып кетпеуі қажет. Осылайынан орташа түрде турап аламыз.
чесногымызды да пышақпен турап аламыз. Чеснокты теркадан өткізудің қажеті жоқ, оны да турау керек. Бірақ та қатты майда болып кетпеуі қажет, себебі біздің жареный лагманда дәмі бөлініп тұруы керек. Енді біз қызыл болгар борщын тураймыз. Біздің барлық көкөністеріміздің формасы біркелкі болу керек. Барлығы бірдей формада болу қажет. Неге енді біз қызыл ащы бұрышымызды турап жатырмыз. Ол ащы бұрыштың тек қана бізге жартысы қажет болады. Етті де соломка ретінде турап аламыз. Ең соңында біз пекин капустасын турайтын боламыз. Пекин капустасының жұмсақ жері қажеті жоқ, себебі біздің жареный лагманға тек қана қатты жерін қолданамыз. Пекин капустасында дәл сол формада тураймыз. Қатты ірі болып кетпеуі қажет. Видеодағыдай турау керек. Біздің керекті заттарымыз дайын болды. Ет барлығы дайын болып турап қойдық. Енді бізге зира, кориандр, сонымен қатар соевый соус қажет болады. Енді біз көкөністерімізді қууға кірісеміз. Осылайынан көбірек май құйып, ең алдымен етімізді қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылуы қажет, қып-қызыл болғанша қуырамыз. Неге осылай қып-қызыл болып қуырылған кезде біз үстіне пекин капустасын салып, тағы да араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Пекин капустасы қатты қуырылуының қажеті жоқ, себебі жареный лагманда барлық көкөністер сәл ғана қуырылуы керек. Енді қуырылған көкөністерімізді осылай бөлек ыдысқа алатын боламыз, себебі біздің майымыз көп мөлшерде. Майды бөлек ыдысқа түсіріп, одан кейін біздің лагманымызды салып, тағы да біраз қуыратын боламыз. Лагманымыз қуырылып болған соң біздің соевый соусымызды саламыз және де қуырып аламыз. Лагманымызды 1 минуттай ұстаймыз және де бөлек ыдысқа түсіріп аламыз. Енді біз полгорки пилецін қуыратын боламыз. Ол үшін аз мөлшерде май құйып, полгорки пилецін салып, 1-2 араластырамыз. Және де біз қызыл болгар борщын саламыз. Сонымен қатар біздің ащы қызыл борщымызды салып, араластырамыз. Біраз уақыттан соң біз чесногымызды салып, тағы да қуыратын боламыз. Содан соң ет пен пекин капустасын салып, тағы да қуырамыз. Одан соң біздің кориандрды және де зираны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің көкөністеріміз дайын болды. Енді үстіне лагманымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. 1-2 минуттай араластырамыз, содан кейін біздің лагманымыз дайын болады. Неге біздің лагманымыз дайын болды? Осылай өте әдемі, керемет болып шықты. Әсіресе бұл тағам ер адамдарға өте қатты ұнары сөзсіз. Егер де сіздер ата-енеңізді, күйеуіңізді қуантқыларыңыз келсе, жақсы тамақ дайындағыларыңыз келсе, менің рецептіммен жареный лагманды жасап көріңіздер. Бір істегеннен керемет күшті болып шығатыны, әрі дәмді болып шығатыны сөзсіз. Сіздермен болған Маржан. Видеоңызға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар.